Компьютерлер ойлап табылған кезде адамдарға компьютерге қарапайым сандар жазу өте қиын болатын. Өйткені электроника жүйесінде 10 түрлі кернеу деңгейін сақтай алатын автоматты жасау өте қиын. Алайда, екі кернеуді сақтай алатын автоматты жасау әлдеқайда оңай. Ол кернеу бар немесе жоқ. Басқаша айтқанда 0 және 1. Сондықтан ондық жүйедегі таныс сандар 345 немесе 85 компьютер жадында 0 және 1 тізбектері арқылы сақталуы керек болды. Осылайша дүниеге екілік санау жүйесі немесе бинарлық код келді. Соның артынан 8-дік және 16-лық санау жүйелері келді. Жалпы санау жүйесі дегеніміз не? Санау жүйесі бұл сандардың түрлендіру тәсілі мен оған қолданылатын амалдар ережесі. Ол екіге бөлінеді: позициялық және позициялық емес. Позициялықта күнделікті қолданыстағы сандар қолданады, ал позициялық еместе рим цифрлар қолданады. Осы тақырып бойынша ұбт-да 2-3 сұрақтан келеді. Көбінесе есеп ретінде. Соны шығарып талдап көрейік. Бағана айтқандай, бізде санау жүйесі екіге бөлінеді: позициялық және позициялық емес. Және оның бізде санау жүйесінде 4 түрі бар. Ол бізде ондық, екілік, 8-дік және 16-лық санау жүйесі. Ондықта бізде кәдімгі қолданыстағы қарапайым цифрлар болса, 5, 6, 7 әрі қарай кете береді. Екілікте бізде тек 0 мен 1-ді ғана қолданады. 8-дікте тек бізде 2, 3, 4, 5, 6, 7 мен шектеледі. Яғни бұл жерде 8 ғана цифр қолданған. 16-лықта бізде бір ерекшелігі 9-дан кейін латын әріптері жазылады. Мысалға алатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына жерде бізде 10 бар. Оның орнына бізде А әріпі қолданамыз. Яғни A. A-дан кейін B, C, D, E. И бізде 14-ке тең. 14-тен кейін F. Мынау бізде 13-ке тең, 12-ке тең және 11-ге тең. Сонда бізде мына жерде 16-лық деп неге аталатыны түсінікті. Бұл жерде тағы да 16 цифр қолданылған. Есепке көшетін болсақ, бұл жерде бізде 16 ондық санау жүйесін екілік, 8-дік және 16-лық санау жүйесіне ауыстыру қажет. Егер де сізде есептек 16-лық санау жүйесі берілсе, сіз сол белгілі бір санау жүйесіне сразу бөліп тастайсыз. Мысалға, біз қазір 16 ондық санау жүйесін айналдырамыз екілік санау жүйесіне. 16-ны бөлеміз 2-ге, 0 шығады және 16-тан 8 шығады. 8-ді бөлеміз 2-ге, 8, 0, 8-ден 4 шығады. 4-ті 2-ге бөлеміз, 4 шығады, 0, 2-ні 2-ге бөлеміз, 2, 0 және 2 бөлінген 2, яғни мына жерде бір-біріне бөліп отырамыз, асықпай осылай. Бұл жерде бізде 1 шығады. Және шыққан мәнді біз керісінше тереміз. Сонда бізде 1, 0, 0, 0, 0. Сонда бізде мынау екілік санау жүйеміз 16-лық ондық санау жүйесіне тең болады. 16-лық санау жүйесін тауып көрейік. Ол бізде өте оңай. Дәл жаңағыдай бөлеміз. 0-ге тең және 16-ны бөлсең, бізге 1-ге тең болады. Сонда 10 шығады 16-лық санау жүйесінде. Тең 16 ондық санау жүйесі. 8-дікте дәл сондай. 16 бөлінген 8, 0-ге тең, 16 бөлінген 8, 2. Және бұл жерде бізде көріп тұрғандарыңыздай 2 8-ге бөлінбейді. Бұл жерде қалдық шығып кетеді. Қалдық шығармау қажет. Егер бөлінбеген жағдайда біз сол цифрмен қалдыра саламыз. Сонда бізде 8-дік санау жүйесінде 20-ға тең болады. Есеп аяқталды. Келесі есепте бізде керісінше екілік санау жүйесі берілген және оны бізде 10-дыққа 8-дік 16-лық санау жүйесіне ауыстыруымыз қажет. Егер де осындай жағдай болған кезде біз бірінші 10-дық санау жүйесін тауып аламыз. Неліктен? Өйткені екілік санау жүйесін 8-дікке және 16-лыққа ауыстыру өте қиын. Біз бірінші 10-дыққа айналдырып алып, қалған санау жүйелеріне жол ашылады. Бұл қалай болады? Біз қазір осы 1, 0, 0, 1, 1-ді ондық санау жүйесіне айналдырамыз. Берілген жазып алайық. 1, 1, екілік санау жүйесін біз айналдырамыз. Біз
екілік санау жүйесін ондық санау жүйесіне қалай айналдырамыз. Бізде санау жүйеде бір жақсы қасиет бар. Берілген санау жүйені біз артыңғы цифрларының дәрежелеп отырып қосу. Ол бізде қалай? Мысалы, 1 көбейтілген 2-нің 4 дәрежесі. Неліктен? Бізде бұл жерде тұрған 1-ден кейін 1, 2, 3, 4 цифры бар. Сондықтан бізде бұл жерде 2-нің 4 дәрежесі деп жазылады. Қосылған 0-дің 2-нің кубы. Себебі бұл жерде бұл 0-де бізде 3 цифр тұр. Келесі 0 көбейтілген 2-нің квадраты. Өйткені мына жерде 0-ден кейін, мына 0-ден кейін 2 цифр тұр. Қосылған 1 көбейтілген 2-нің 1 дәрежесі. Бұл жерде 1-ден кейін тағы да 1 цифр тұр. Және қосылған 1-дің 2-нің, то есть 1 көбейтілген 2-нің 0 дәрежесі. Себебі бұл жерде 1-ден кейін ешқандай цифр жоқ. Сондықтан бұл дәрежеге 0 деп жазылады. Бізде 2-нің 4 дәрежесі 16-ға тең. 2 көбейтілген 2-нің кубы 0-ге тең, 0-ге тең, және 2-нің 1 дәрежесі 2, көбейтілген 1, 2. Әр санның 0 дәрежесі бізге 1-ге тең болады. Сонда бұларды біз қоссақ, 19 деген цифр шығуда. Сонда бізде 19 саны осы екілік санау жүйесіне тең екен. Және біз 10-дық санау жүйесін тапқаннан кейін бізге қалған санау жүйелеріне жол ашылды. Оны қалай табамыз? 19 бөлінген 8, ол бізде 16, 2 деп жазамыз, 3 қалады. Бізде 2 8-ге бөлінбейді, сондықтан 23 деген жауап шығады. Бұл жерде бізде 23 мынаған да тең, және мынаған да тең. 16-лықты қалай табамыз? Бағанағы есептегідей біз 19-ды 16-ға бөлеміз. 16 бөлінген 19, 3 қалады, және 16 бөлінген 16, 1 қалады. Сонда бізде мәні 13 болады. 13 бізде мынаған тең, мынаған және мынаған тең. Есеп шығарылды. Егер де осы видео сізге пайдалы болса, біздің арнамызға тіркеліп, осы бейнероликке лайк басыңыз. Және де келесі сабақта қандай тақырыпты өтейін, комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған біз InfoGo онлайн арнасы.